Ксро-Ның Қазақстанды ядролық тозаққа айналдыруы. Кеңестік дәуірде коммунистік режим Қазақстанның түкпір-түкпірінде түрлі сипаттағы ядролық және термоядролық сынақтар жүргізді. Тек қана Семей ядролық полигонында 1949-1989 жылдар аралығында 468 ядролық сынақтар жасалып, нәтижесінде 616 ядролық және термоядролық құрылғылар жарылған. Ол сынақтар 125 атмосфералық, 26 жердегі, 91 ауада және 8 биіктікте, 343 жерасты жарылыстары, оның ішінде 215 орларда және 128 қамтиды. Көптеген гидроядролық және гидродинамикалық тәжірибелер, яғни нысыр немесе толық емес тізбекті реакцияларда орын алған. 1949-1963 жылдар аралығында Семей полигонында сыналған ядролық бомбалардың жиынтық күші Хиросимадағы атом бомбасының жарылысынан 2500 есе артық болды. 169 жер астындағы тәжірибелермен бірге 55 әуедегі және жердегі жарылыстардың радиоактивті бұлттары сынақ алаңының шекарасынан асып кеткен. 224 жарылыстың салдарынан Қазақстанның шығыс өңірі тұтастай радиоактивті заттармен ластанған. Ресми статистика бойынша жарылыстардан 1,5 миллионға жуық адам зардап шеккен.